Нако, жаңа қалаға да келдік. Саған жолдан шаршап кеттім ғой мен. Яны Брукхейвен дейтін қала ма бұл? Сол Укради Брейнротадан кейін осы қалаға көштік енді, Брукхейвен деген. Нақты енді түн батып жатыр екен, бізге тұратын үй бар ма бұл жақта? Білмеймін, сол үйді іздеп көрейікші қазір барып. Кеттік, Нако, іздейік енді, нормальный үй. Так, мына жерде саған қала үлкен сияқты ғой, мына жерде қараш. Барлығы бар сияқты. Мына жер. Қара, даже мынандай зарядка бар. Андай электрокарларға қараш. Яны бір кафе ма бірдеңе сияқты. Давай көрейік. Неге? Тұраш, сенде ақша бар ма бірдеңе жеп алсақ мына жақтан? Мен қарным ашып кетті. Менде көк тиын жоқ қой, 0 менде ақша, 0. Менде кішкене бар енді, бірақ ол бізге үйге жетпей қалуы мүмкін ше. Хотя бір күн тұратын үй алу керек. Кеттік онда үй іздейік, үй сатып алғаннан кейін бізде кішкене ақша қалып жатса, осы жаққа келіп тамақ жеп алайық. Қарын ашып кетті. Давай, смело кеттік. Қара мынау. Чё за үй чёткий, қараш. Давай осыған барайық. Екі үй тұр екен. Ана үй чё-то қорқынышты сияқты біртүрлі. Давай осы үйді көрейікші. Так, мәссаған мынау деген реально мықты ғой, қараш. Қандай әдемі. Базар жоқ. Үйінде адам бар ма екен? Так, давай көрейікші, ал адамдар бар ма? Так, давай. Үйіне кірмейсіз. Так, мына жерде номер жазылып тұр екен, звондап көрейік та. Давай, звондаш. Звондаш, сенде телефон бар ғой. Менікі соңып қалған. Так. Масаған берейін, сен сөйлесіп тастай. Қазір звонок алсын. Ассалаумалейкум, аға. Саламатсыз ба? Кім бұл? Ой, мен осы қалаға енді келіп едім, досым екеуміз. Бізге бір түнге үй керек еді. Бір түнге сен менің үйімді сатып алуға хабарласып тұрсың ба? Жоқ, әшейін андай аренда деген зат бар ғой. Бір түнге алатын, біз ұйықтаймыз, сосын ертең кетеміз досыммен бірге. Аренда бір күнге 500 мың аласың ба или алмайсың ба? 500 мың, аға, біз студентпіз, бізге там бір 500 теңгеге беріңізші. Енді өзің үйді көріп тұрсың ғой, үлкен үй ғой ол. 500 мыңға алсаң ал, алмасаң хабарласып миымды ашытпа. Жоқ, аға, хотя бы туалетте ұйықтаймыз. Ладно, туалетте 500 теңгеге. Жоқ. Жоқ, мына сіздің үйіңіздің қасында бір қорқынышты үй тұр. Біз оған қорқып тұрмыз кіруге. Ол да менің үйім ғой. Сіздің үйіңіз ба? Соны аласыңдар ма? Ол қанша? Ол бір күнге 100 теңгеге берем. 100 теңге? Давайте, смело. Давайте. Қазір мен досыма айтайын. Ключті қай жерден алуға болады ол үйге? Кілт ана үйдің сыртында бір шөптер жатыр, соның арасында бар. Мен Каспийма 100 теңге аударып жерді, сол үйде тұра берсең болады. Аха, Каспий осы номерде ғой, осы номерде ғой. Болды, все. Қазір досым лақтырады ақша. Ақшаны лақтырып жерді, миымды ашытпас, мен ұйықтайын деп жатырмын. Все, аға, ұрыспаңыз, болды. Хорошо. Короче, Нако, мына үйді 500 мыңға берем дейді. 500 мың ақша жоқ қой, менде тек 500 теңге бар Каспийда. Мен де оны түсініп тұрмын ғой, енді сондықтан, короче, мен мына үйге келістім, қара. Мына жердегі үй. Қанша деп ойлайсың бағасын? Қорқынышты үй емес па? Енді, Нако, бізде көк тиын жоқ, амал жоқ, енді бір жерде ұйықтауымыз керек қой. Сондықтан давай хотя бы. Енді қорқынышты болса да ақшасы қымбат шығар, 200 мың ба тұратын шығар бұл? Жоқ, бұл 100 теңге тұрады, прикинь. 100 теңгеге мынандай үй беріп тұр ма бізге? Білмеймін неге екен. Білмеймін неге екен, короче, 100 теңгеге беріп тұр осындай бір үйді. Жарайды, ана братан Каспийне жібере салшы 100 теңге. Жаңағы номерде. Давай мен саған қазір телефонымды берейін. Телефонымды алып ал. Так, все, қазір ақша жіберіп жатырмын. Болды, ақша жібер жерін. Давай. Мына үйдің кілтін қаяқтан аламыз біз? Ой, мына жерде көшеде дейді, бір шөптердің арасында. Кеттікші, іздеп көрейікші. Бар ма? Бір түрлі бір подозрительный үй сияқты ше. 100 теңгеге осындай үйді бере ма адам деген? Так, жарайды ал. Нако, таптың ба? Мынандай кілт тауып алдым. Мынау инструмент қой. Кеттікші, короче, ақша берейікші. Тезірек кірейікші. Уже түн болып кетті, қорқып жатыр мен что-то. Давай үйдің есігін ашшы. Все, ашылды. Так, күте тұр. Мына үйдің кілті де қорқынышты ғой, қарашы мен қолымдағы кілтті. Мынау, реально. Мына үй бір түрлі ғой, қарашы, мына даже цветі да маған ұнамай жатыр үйдің ішіндегі. Так. Сол. Зато 2 этаж екен, мына жерде компьютер бар. Не үшін бұны 100 теңгеге беріп жатыр бізге? Қараш, қаншама комната бар. Мына жақта сейф бар екен. Сейфтің паролі қандай екен? Кәне, қайдасың? Қай жердегі сейфті айтып? 2 этажда. Кәне. Қай жерде? Так, мына жерде сейф бар, прикинь. Мына жердің есігі бір түрме сияқты екен,
Иә, түрме сияқты что-то қорқынышты. Жарайды, короче, мына жерде ұйықтайықшы әйтеуір бір нәрсе қылып. Если что, ештеңке болып қалмайтын шығар бұл түнде. Нормально өтетін шығар. Ертерек тұрып сөйтіп тамақ ішіп келейік, мен әйтпесе қарным ашып жатыр. Давай, болды, ұйықтайық қой. Мына жер болмайды екен что-то. Қазір мен барып мына коридорда ана компьютерді көріп қайтайықшы сен, если что, жата бер, иә? Мен де бірге көріп қайтайын да қасында. Қорқып жатсың ба не? Жоқ. Жарайды, ал давай. Мына компьютерді көрейік. Так. Компьютер істейді ғой. Я реально істейді мына компьютер. Қарашы, мына жерде. Так, сообщение дейді. Мынаны көрдің ба? Не затты? Мына жерде біреу өлген ба, не оған? Білмеймін ғой. Тұраш, сен үйде тек бір күнге келістің ба? Иә. Қазір тезірек бірдеңе қылып ұйықтап, ертең азында кетіп қалайық, әйтпесе мына үйде қорқып жатырмын мен уже. Давай, болды, барып ұйықтайықшы, короче. Уақыт солай тез өтеді. Мен мына кеттік әйтеуір. Так, болды, ұйықтайық. Короче, сен мына комнатаға ұйықтай берші, мен мына комнатада жатам. Давай, болды. Мынау үй реально қорқынышты. Что-то вообще ұйықтай алмай жатырмын мен. Естіңдер ма? Анау что за звук? Нако, тұр ұйықтан. Нако, тұрш, өтініш тезірек, Нако, ешак, тұр ұйықтан. Не болды? Нако, ана бірінші этажда бір дыбыстар шығып жатыр. Нако, бірінші этажда далада жел ма бірдеңе болып жатқан шығар? Жоқ, біреу, короче, күлді ана бірінші этажда. Бір нәрсе күліп жатыр бірінші этажда. Естім мен. Көшеде жүрген шығар, көшеде күліп жатқан шығар. Көшеде сен адам ашық қалдырып кеттің ғой сен, даланың есігін. Сен көшеде адам көріп тұрсың ба? Мен вообще адам көріп тұрған жоқпын. Кеттікші, өтініш. Барайықшы бірінші этажға, хотя бы көріп қайтайықшы бірге. Мен қорқып жатырмын, Нако. Кеттік ал. Сен бірінші жүр. Кеттік. Байқа. Нако, осы жерден шықты бір звук. Так. Нако, көріп тұрсың ба? Нако. Қайсына? Нако, көшеге қараш. Жаңағы мазарат. Біреуді көміп жерген, біреуді өлтіріп кеткен жерге қараш. Қараш. Нако. Кім тұр ана жерде? Анау кім? Білмеймін ғой. Нако. Анау бір зұлым бір нәрсеге ұқсайды ма? Қараш, анау күліп тұр. Бір зұлым адам сияқты. Осы күлген сияқты. Бізге тиіспейді шығар, ұйықтай берсек болады шығар. Мен ұйқым келіп жатыр, әйтпесе. Қуасың ба сен? Сонда сен мынандай зұлым адамды көріп тұрсың, ұйықтап қала бересің ба? Саған бәрібір ма? Ұйықтап атсақ тиіспейтін шығар бізге. Мен даже мен ұйықтай алмаймын бұл жерде, қуасың ба? Ұйықтай алмаймын мен никак. Онда қайықта ұйықтаймыз? Білмеймін, бірге бір комнатада ұйықтайықшы, либо мына жерге тығылып қалақшы, бірінші этажға келді. Мына жерге кіріп кетейікші. Осы жерде отырайықшы. Мына гаражда. Мына жақта не бар? Гаражда отырайықшы осы жерде. Анау жаман күлді ше, жана мен шошып кеттім реально. Мен онда осы жерде тығылып ұйықтай берем. Ұйықтай берем, мен пока осы жерде отыра тұрам қарап. Нако. Ау, не болды тағы да? Айқайлама, қуасың ба сен? Айқайлама. Не болды? Жаңағы зұлым біздің үйге кіріп кетті, Нако, екінші этажда дәл қазір. Сен ана жерде есікті жаппадың ба не? Сен жаппадың ба не ол есікті, сен соңғы кірдің ғой? Жоқ, мен сен жабатын шығар деп ойладым ғой. Ана зұлым кіріп кетті екінші этажда, Нако, не істейміз? Біз қалып қойдық қой гаражда. Гаражда отыра берейік та, кірмейтін шығар. Қара. Анау дәл. Сағат түнгі 3 болды. Қара, ана коридорда жүр, қараш. Коридорда не істеп жүр анау? Ананың жүрісі қорқынышты ғой. Қараш. Мына үйде сонда түнгі сағат 3-те осындай құбылыстар бола ма? Содан екен ғой, бағасы өте арзан, 100 теңге деген. Мен саған бір зат айтайын ба? Мен екінші этажда жаңағы телефонымды ұмытып кеттім. Ол телефон ішінде бүкіл заттарым бар мен. Бүкіл фото, видео, барлығы, ақшам сол жерде. Біз бір нәрсе қылып енді алып кетуіміз керек ана екінші этаждан сол телефонды. Телефоныңды қалтаңа салып жүрмейсің бе? Неғып оны тастап кеткенсің сен? Енді мен не істеймін? Сен қуасың ба? Енді мен білмегенмін ғой зұлым келетін. Күте тұршы, ладно, ол телефонды бір нәрсе қылып алайық. Давай, Нако, қазір екеуміз
по очереди короче ақырындап өтіп екінші этажда ана телефонды алып кетейік. Давай сен бірінші. Давай мен бірінші қаяққа барамын мен? Давай қазір ана ақырындап короче екінші этажға бір нәрсе қылып көтерілші и короче этот телефонды алып келші өтініш. Қай жерге тығып тастаған телефон, ё-моё, вообще таппай жатырмын мына жерден ше. Мына бөлмеде емес пе екен? Мына жерлерді қарап көрейінші. Бөлменің іште қап-қараңғы. О, мына жерде фонарик тұр екен. Ей, ема, мынау кім? Ей, сен кімсің? Жіберші мен мына жерден. Мен сен қасында қалғым келмейді, мен досыммен бірге кетуім керек. Досым телефон алып келуге келген ғой мына жерге. Мен жібере салшы өтініш. Ё-моё, ана Нако неге ұзақ кетіп қалды? А? Бір нәрсе болып қалды ма оған? Может, ё-моё, мен қорқып тұрмын. Может, Накоға бару керек шығар. Так, ема, я реально мына жерден шығып, давайте Накоға барып көмектесу керек. Мен телефоным үшін кетіп еді. Что-то ұзақ кетіп қалды ғой. Так, Нако жоқ. Давайте мына мен жатқан бөлмеге кірейікші. Нако қайдасың? Нако? Ема, Нако қашып кеткен ба не? Не болған Накоға? Так, давайте мына комнатаға кірейікші. Ё-моё, Наконы ұстап алған ғой. Мына зұлым ұстап алған Наконы қарандаршы. Так, ана мені естіп тұрған жоқ я походу. Так, қалай көмектессем болады? Тезірек мына үйде бір нәрсе бар ма? Ол зұлымға қарсы бір нәрсе істей алатын. Так, давайте қарайық, мына жерде туалетная бумага бұл маған керек емес. Зубная щетка, ешнәрсе істей алмаймын. Так, давайте іздейік, мына жерде бір коробкалердің арасында может бір нәрсе болатын шығар. Давайте подвалдың ішін қарайық. Так, мына коробкалердің ішінде может бір нәрсе бар шығар, ана зұлымға қарсы жасай алатын. Ема, мына коробканың ішінен мен мынандай бір затты тауып алдым, мынандай бір палочка. Қарандаршы, шляпа мен палочка мынау. Так, давайте, может, осы зат бізге көмектесетін шығар. Давайте барып көрейік ана зұлым қасында. Өткені мен андай қорқынышты киноларда көргенмін. Зұлымға қарсы, короче, осындай заттар, андай бұрынғы үйде қалған ескі заттар, короче, реально көмектеседі зұлымға қарсы. Так, давайте ал мына комнатаның қасында тұрайықшы. Так, мынау реально походу көмектесіп отқан сияқты. Анау жүгіріп бастады туда-сюда. Так, реально көмектесіп отқан сияқты. Так, давайте қазір так, қасына барамыз ба или не істейміз мен? Так, Накоға көмектесу керек. Так, давайте ал кеттік. Ема, мынау кім? Мынау неге жүгіріп жүр? Ема, реально көмектесті. Нако қара, реально көмектесті. Так, Нако. Тұра, маған көмектесті. Я қазір. Опа, қазір наручникті шешем. Опа. Так. О, и я бинтті алып тасташы, мен ештеңе көріп тұрған жоқпын, мына адам бар ғой. Давай, қазір бинтті алып тастаймын. Так, опа. О, әдемі болды, қаштық. Анау реально қашып кетті. Болды, тез қаш. Мәссаған қаш, уже танатып жатқан сияқты я. Так, кеттік. Ема, қаштық. Есігің алдына лақтырып кетейін. Қаштық, ой, керек емес ол, қаштық. Ана 100 теңге құрып кетсінші, ана ключпен бірге қаштық. Ема, одан далада ұйықтағанымыз жақсы біздің. Соны айтам, Нако, анау не болды? Прикинь, мен қолыма мынандай зат ұстап алғанмын ғой. Осы көмектесті, қараш. Не зат бұл? Білмеймін, бір ана коробканың ішінен тауып алдым жаны. Мына затты. Сонымен барсам анау жүгіріп бастады ғой, прикинь, туда-сюда жүгіріп бастады. Мұны өзіңе сақтап қоя салып керек болатын сияқты бізге ше. Я, бізге по-любому керек болады. Болды, Нако, кеттік, көшеде ұйықтай салайықшы, одан әйтпесе мәссаған ана зұлымды. Мына жерде ұйықтай салайын онда. Осы жерде ұйықтай берші. Болды, короче, Нако, мен де барып ұйықтайын. Болды, давай.